саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Құрметті оқушылар, сыныпқа келместен бұрын мына қоржындағы екі түрлі асық берілген, соны таңдай отырып, екі топқа бөлінеміз. Ал бастаңыздар. Көк түс алған оқушылар оң қапталға, сары түс алған оқушылар сол қапталға. Тұрсынбек, сіз де сол қапталға, сіз сол қапталға. Николай, сіз де сол қапталға жайғасатын болдыңыз. Арым, сіз оң қапталға. Ақылбек, сіз де оң қапталға. Сіз де оң қапталға. Думан, сіз де оң қапталға жайғасатын болдыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызға дайынбыз ба? Көңіл-күйіміз қалай? Ендеше біз бірінші сабағымыздың бірінші кезеңін бастаймыз. Сабағымыздың бірінші кезеңі асық иіру кезеңі деп айтылады. Яғни бізде бүгінгі жаңашылықты байқап тұрған шығармыз балалар, қолымыздағы асықтан. Біз бүгін жайлауда, мамыражай қазақтың даласында ашық сабақ өтіп отырмыз деп өзімізді елестетейік. Солай ма? Ендеше асық иіру кезеңі. Асық иіру дегенге кім жауап береді? Асық иіру дегеніміз не? Балалардың жарыс алдында кімнің бірінші екенін анықтау үшін асық иіреміз. Ендеше бүгінгі біздің асық иіру ойынымыз, яғни сабаққа кімнің қаншалықты дайын екенін біліп алу үшін керек, дұрыс па? Ендеше сұрақ, біз өткен сабақты қайталаймыз асық иіру кезеңінде. Өткен сабақта біз салт дәстүрлерді, әдет ғұрыптарды, салт дәстүр жырларын өткен болатынбыз, дұрыс па? Ендеше айтайықшы, қандай салт дәстүрлерді білеміз? Бесік жыры. Бесік жыры, яғни бұл кісіз біздің сабаққа дайын. Алшысынан қоямыз асығын. Келесі спальдар, сіз айтыңыз. Тұсаукесер. Бұл кісі де өткен сабақты меңгерген екен, асығы алшысынан түсіпті. Келесі Николай. Тойбастар әрине алшысынан түсіпті. Келесі айтыс өнері, Ақылбектің де алшысынан түсті. Бет ашар дейді. Келесі дарын. Тұсаукесер. Асықтарыңызды алшысынан қойсаңыздар, мен жаңа сабақты бастауға дайынмын деген сөз. Келесі Тұрсынбек, сіз айтыңызшы. Сүндет той, міндетті түрде жатады. Тіл ашар, міне. Рахмет, өткен сабақты жақсы меңгергендеріңіз байқалып тұр. Енді барлығымыздың асығымыз алшысынан түссе, біз жаңа сабағымызды бастаймыз. Бұл келесі кезеңіміз бір табан кезеңі. Асық ойындағы бір табан дегенді білеміз ба барлығымыз? Бір табан ойнаймыз. Ол жерде сақамызды иіреміз, кезек атып, атамыз. Бұл бір табан кезеңі жаңа сабақты түсіндіру, бір табанда жаңа ақпараттармен танысу және жаңа ақпараттарды игеру. Жаңа сабақпен танысайық. Мың жұмбақ дейді. Мақал мәтел, жұмбақтар қазақтың нақыл сөздеріне, сөз өнеріне, шешендік өнеріне жататынын бәріміз білеміз, Ендеше мақал мәтел екеуі бір-бірімен қосылып айтылады. Мақал дегеніміз не? Мақал дегеніміз нақыл сөз. Ол өмірдегі түрлі құбылысты бір не екі тармақтан тұратын, алдыңғы жолдарында пайымдап, соңғы жолдарында қорытындылаған, ой айтатын халықтық бейнелі поэтикалық жанрдың бір түрі. Ғасырлардан екшелеп келе жатқан терең мазмұнды тақырып аясы кең. Құрметті оқушылар, мақал мен мәтел қатар айтылғанымен, мақал мен мәтелдің сыртқы формалары бір-біріне ұқсағанымен, ішкі дүниелері екеуі екі бөлек, екеуінің атқаратын қызметі, яғни екі түрлі десек болады. Мәтел өзінің негізгі түйіндеуін кесіп айтпайды, бір-біріне кереғар шендестіру жоқ. Қорытындысы тұспалды қысқадан нұсқа қазақтың нақыл сөзі, яғни мақал секілді тура айтпайды. Қызым саған айтам, келдің сен тыңда деген секілді тұспалдау арқылы жеткізеді. Мәтелдің айырмашылығы мақалдан осыда. Жаңа сабақты түсінген болсақ, мақал мен мәтелдің айырмашылығын түсінген болсақ, онда осы мақал мәтелдерден сайыс ұйымдастырып жіберейік. Ендеше екі топты бөлдік, енді атымызды қойып алайық. Сары топ күздің белгісі болғандықтан, көшпелі қазақтың күздегі қонысы, сіздер күздеу тобы болдыңыздар. Ал сіздер мамыражай, бейбітшіліктің кезеңі, өзеннің, бұлақтың бейнесі болғандықтан сіздер жайлау тобы болыңыздар. Енді мынау жайлау тобы сіздердің қоржыныңыз, мынау күздеу тобы сіздердің қоржындарыңыз. Енді дұрыс жауап берген әрбір ұпайға мына тұрған асықтардан бір-бір асық сіздердің қоржындарыңызға салынатын болады. Келістік пе? Ендеше бастаймыз мақал сайысын. Бірінші мақалымыз
жасқа бітеді? Ақылбек айтыңыз. Ақыл жасқа бітеді. Ақыл жасқа бітеді. Ақыл жасқа бітеді. Дұрыс екен. Ендеше күзде тобынан 1 ұпай. Келесі. Білекті бірді жығар. Думан. Білімді мұңды жығар. Жайлау тобына 1 ұпай. Келесі. Кім бірінші қол көтереді? Қарап отырайық. Білімді мұңды жығар. Bir tal kessek, ayt. Тұрсынбек. 10 тал ет. 10 тал ет. Өте дұрыс. Дұрыс па? Қарап отырыңыздар. Жайлау тобына тағы да 1 ұпай. Келесі. Тау мен тасты жел бұзар. Адамды сөз. Қол көтеріп, Испания айтыңыз. Адамды сөз бұзар. Адам затты сөз бұзар. Дұрыс па? Санаймыз ба? Яғни санаймыз. Жайлау тобына тағы да 1 ұпай. Келесі қарап отырыңыздар. Шебердің қолы ортақ. Ақылбек айтыңыз. Шешеннің сөзі ортақ. Әрине, шешеннің сөзі ортақ. Күздеу тобы. Жылдамырақ қимылдаймыз. Келесі, еңбексіз өмір. Еңбексіз өмір. Сөнген көмір. Жақсы, Тимур айтты. Күздеу тобына 1 ұпай қостық. Келесі. Отансыз адам. Орнақсыз болды. Әрине. Тұрсынбек, дұрыс жауап бердіңіз. Келесі. Ынтымақ болмай. Ел болмай. Ынтымақ болмай, ел болмай. Дұрыс па? Іс болмай. Дұрыс емес екен. Ынтымақ болмай, іс оңбас. Береке болмаса, іс оңбай. Келесі. Ырыс алды. Тұрсынбек айтыңыз. Жоқ. Өнер алды қызылтын. Ырыс алды. Жаңа ғана айтып кеттік. Ырыс алды. Ынтымақ. Есте сақтаңыздар, құрметті оқушылар. Күш. Неде? Ақылда. Ақылда не дейміз? Мектепте алатынымыз? Білімде. Білімде. Испандия жауап берді. Қазір дұрыс жауапты тағы бір тексерейік. Дұрыс па? Заңды онда 1 ұпай тағы да қосып қоямыз. Келесі. Досы көпті жау алмайды. Досы көпті жау алмайды. Ақылы аз. Ақылы көпті жау алмайды. Дау алмайды. Қосамыз ба? Қосамыз. 1 ұпай қосамыз. Келесі. Ақылы көпті дау алмайды. Өнер алды. Қызыл тіл. Сіз жаңа Тұрсынбек алдында осы сұрақты, осы неге жауап берген болатын, Өнер алды, қызыл тіл. Келесі. Тіл тас жарады. Тас жармаса, мақалдыға ұйқасып келеді. Бас жарады, Тұрсынбек. Тағы да дұрыс жауап бердіңіз. Ағайын алтау. Ана тұрып жауап. Ағайын алтау. Ана біреу. Күздеу тобына 1 ұпай. Келесі. Әкеге қарап ұл өсер. Шешеге қарап қыз өсер. Дұрыс, күздеу тобына 1 ұпай. Мақал мәтел сайысымыз аяқталды. Енді осы мақал мәтелмен қатар жүретін тағы да бір қазақтың өте адамның логикасын дамытуға арналған дүниесі бар. Ол не? Жұмбақ. Енді жұмбақ ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан түрі, яғни ертеден пайда болған жанрлардың бірі, ол адамдардың бір нәрселердің белгілерін, екінші нәрселердің белгілері арқылы жұмбақтап айтуы, жұмбақ мақал мәтел сияқты тақпақтар ұйқастырып айтылады. Яғни жұмбақтың да өзінің ұйқасы болады. Бір дүниені екінші дүниемен тұспалдап жеткізіп, адамның ойына, сана сезіміне былай келген кезде ояту үшін шабуыл жасайды. Бұл баланың логикасын дамыту үшін қазақтың ойлап тапқан өте керемет өнерлерінің бірі. Жұмбақтың не екенін түсінсек, енді осы 2 топ қалпымызда жұмбақ жасырып, жұмбақ шешу сайысын өткізіп жіберейік. Дайынбыз ба? Онда дайын болыңыздар, басталды. Бірінші сұрағымыз, бірінші жұмбағымыз ақ дуалдың артында қызыл ат байлауынан бір босамасы. Думан айтыңыз. Тілмен тіс, яғни тіл. Дұрыс. 1 ұпай бұл топқа қосамыз. Келесі. Көреді бәрін өзгенің көре алмайды. Тимур жауап берді, бірінші болып Тимурға 1 ұпай қосамыз. Келесі.
тауда Қароқпан. Ақылбек жауап берді, дұрыс. Күзен тобына келесі. Тиіп кетсе жырлар. Тұрсынбек жауап берді. Тұрсынбек, сіз қаттырақ жауап беріңіз. Яғни жайлау тобына тағы да 1 ұпай. Құрметті оқушылар, осымен сайысымыз аяқталды. Енді келесі қазақта тұрақты сөз тіркестері бар, иә? Мақал мәтелмен қатар айтылатын нақыл сөздердің бірі тұрақты сөз тіркестері. Енді осыны шешіп көрейікші барлығымыз. 2 көз 4 болды дейді. Таң қалып болды. Таң қалып қалды, иә? Дұрыс. 2 көз 4 болды, таң қалды. Таяқ тастам жер. Жақын жер. Өте жақын жер деген мағынаны береді. Тайға таңба басқандай дегенше. Сөзді қатты айтқандай. Жоқ. Тайға таңба басқандай деген анық осы. Міне тайға таңба басқандай көрініп тұр ғой. Яғни ақиқат, таза міне шындық деген сөз. Келесі, ат шаптырым жер. Алыс жер. Алыс жер. Яғни таяқ тастам жерге бұл кереғат ат шаптырым жер. Келесі, құлақ түру. Жоқ, құлақ түру. Мен бүгін жаңа сабақ өтемін оқушылар, сіздер маған құлақ түріп отырыңыздар деп айтуым мүмкін. Ол яғни мені тыңдап, жақсылап, зейіндеріңіз менде болсын деген сөз. Келесі оқушылар, асық иірдік, бір табан ойнадық. Енді біздің 3-ші кезегіміз хан талапай кезегі. Құрметті оқушылар, мақал мәтел жұмбақ сайысы аяқталды. Енді 2 топтың қайсы жеңіске жеткенін анықтап алайық. Оқушылар, ендеше бірінші біз жайлау тобының қоржынын санаймыз, Қорқпаңыз, қалдырмаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жайлау тобында 9 ұпай. Келесі, күздеу тобын қараймыз. Күздеу тобында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жеңіске жеткен жайлау тобы қошемет беріп қоямыз. Құрметті оқушылар, мақал мәтел жұмбақ сайысы аяқталды. Бүгінгі сабақты барлығымыз жақсы түсіндік па? Асығымыз асынан түсті ма? Түсінбей бүк-шік тәйе түспағандар жоқ қой? Жоқ. Ендеше құрметті оқушылар, келесі кезеңімізге көшеміз. Хан талапай кезеңі. Хан талапай деген ойынды білеміз жоқ барлығымыз? Білеміз. Хан талапайды асыққа таласамыз, біз қазір асық арқылы ұпайға таласатын боламыз. Яғни бүгінгі сабақты қорытындылау. Қорытындылау барысында біз өзімізді, тілімізді бір ширатып алайық деген оқушылар. Мұнда жағымпастар берілген, кім жылдан нақты оқиды, сол тобынан бір ұпай алып кеп береді. Мін асықтар, жылдан оқимыз да бір асықтан ала бастайды. Кән, аға Тұрсынбек. Жылдан. Күл, кел, көл, кір, көл, кен, күз, кез, көз, келім, қысқа сөз. Кім оқиды тез? Күл, кел, көл, кір, кер, күз, кез, көз, келім, қысқа сөз. Кім оқиды тез? Тұрсынбек. Яғни бір топ, мұна топқа жайлау тобына 1 ұпай. Келесі. Ағымда 8, ағылағымда 8. Аға, мұна топқа тағы 1 ұпай. Бір жағымпас тағы оқысақ болады. Кім? Бұлман оқимыз ба? Кән, жылдамдадамыз. Кән, бұлман. Ағылағым 8, ағылағым 8, ағылағымда 8, ағылағымда 8. Жақсы, мұна топқа 1 ұпай. Тағы келесі оқитындар бар ма? Оқыңыз Тұрсынбек. Ағылағымда 8, ағылағымда 8, ағылағымда 8, ағылағымда 8. Өте тамаша. Жайлау тобына тағы 1 ұпай. Келесі. Bir bala қой қуады, bir bala ой қуады, қой қуған бұзық шығар, ой қуған қызық шығар. Bir bala қой қуады, bir bala ой қуады, қой қуған бұзық шығар, қой қуған қызық шығар. Жақсы. Келесі. Тұрсынбек, сіз? Bir bala қой қуады, bir bala ой қуады, қой қуған бұзық шығар, ой қуған қызық шығар. Жақсы. Келесі. Мына топ. Bir bala қой қуады, bir bala ой қуады, қой қуған бұзық шығар, ой қуған қызық шығар. Жақсы. Келесі тағы оқитындар бар ма? Тимур. Bir bala қой қуады, bir bala ой қуады, Қой қуған бала бұзық шығар, ой қуған бала
қызық шығар. Қызық шығар. Жақсы. Келесі, дайын оқимыз ба? Bir bala koy kovadı, bir bala oy kovadı, koy kovan buzuk шығар, oy kovan қызық шығар. Жақсы, рахмет. Келесі. Жақсы, Ақылбек. Бақ, бақта бар, бақта бар. Бақарда да бақта бар. Қателеспейміз. Келесі. Думан. Бақта бар. Жақсы, келесі. Bak bakta var, bakta var. Жақсы. Келесі. Бақта бар, бақта бар. Келесі. Кәндар. Бақта бар, бақта бар. Жақсы, келесі. Оқы. Далалықтар дархандана, дарында далалықтарға даналық даласынан дариды. О, жақсы, өте қатесіз. Келесі. Тұрсынбек. Dalalıkta darhan dağına, darındı dalalıklarına danалық dalasının darıydı. Жақсы, қошемет. Енді екі топтың ұпай сандарын санайық. Жайлау тобында 10 ұпай, күздеу тобында 6 ұпай. Тағы да жеңіске жеткен жайлау тобын құрметпен қошеметтеп қоямыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Үйге тапсырма 5 мақал, 5 мәтел және 5 жаңылтпаш жаттап береміз. Бүгінгі сабақ барлығыңызға түсінікті болды ма, ұнады ма? Бүгінгі сабақ маған да ұнады. Мен көңіл күйімді алшымен білдіремін. Өте керемет деңгейде деген сөз. Бағың сізге де өте ұнаған екен, Тұрсынбек сізге де өте ұнаған екен, Спандия сізге де өте. Сабақты түсінбегендер жоқ қой, Жоқ. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.